زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Аллахтың қалауымен Абдурахман ас-Саади рахматуллахи алейхи сол кісінің Барахин аль-Ақлия, яғни Аллах субханала ва тағаланың жалғыздығы әрі кемелдігіне сілтейтін ақли дәлелдер атты кітабын оқуды жалғастырамыз. Және де біздің келген бабымыз бұл Абдурахман ас-Саади рахматуллахи алейхи адамдар Раббысын өздері қалай танығаны жөнінде айтып кеткені. Және де біз келген жеріміз Абдурахман ас-Саади айтады: «Вақила ли ба'дихим бима ю'рафуллах, фақала хадин нава яғрисуха ан-нас, фаяти минха ан-нахилу вал-асджару al-мутанави'a, وتخرج الثمار اللذيذة النافعة، وهذه الحبوب تلقى في الأرض فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات الآدميين وبهائمهم، ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام ما يكفي العبادة ويزيد عن حاجتهم». Біреуіне айтқан кезде Раббыны қалай танисың, Аллахты қалай танисың деп айтқан кезде ол кісі былай жауап беріпті: «Хади науат» дейді, бұл дән дейді, дән. «Яғрисухан нас», және бұл дәнді адам жерге көмеді, жерге салады. «Фаяти минхан нахилу вал асджару al-мутанау'a», сол дәннен әртүрлі пальма ағаштары шығады, құрма ағаштары шығады, және де түрлі ағаштар шығады дейді. «Ватахруджу симар аль-лазизату нафи'a» дейді, әртүрлі тәтті, дәмді жемістер шығады дейді. وهذه الحبوب تلقى في الأرض فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات الآدميين وبهائمهم дейді. және де тағы да бір дәндер бар, оларды жерге салсан әртүрлі жемістер шығады, және де сол жемістер адамның күнделікті тағамы дейді. Адамның және де адамдардың астындағы төрттілік малдың тағамы дейді. ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام، және де әр жыл сайын қайта шыға береді дейді. Шығады, өледі, қайтан ексен, қайтан шығады дейді. және де қалайша шығады дейді: «Ма якфил ибада ва язиду ан хаджатихим» дейді. Бұлар сонша көп шығады, адамдарға жеткілікті түрде, ризықтарын жеткілікті түрде шығады дейді. Алайда одан көбірек, адамның қажеттілігінен көбірек шығады деп тұр Абдурахман ас-Саади. أليس هذا برهانا ودليلا على وجود الله وقدرته وعنايته بعباده ورحمته дейді. Бұның түгелі Аллах табарака ва тааланың бар екендігіне, құдіретіне, және де өзінің пенделерін қарайтындығын, пенделеріне қажеттіліктерін өтейтіндігі, және де Аллахтың мейірімділігіне ашық айқын дәлел емес пе дейді Абдурахман ас-Саади. وقد نبه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد في قوله تعالى فالق الحب والنوى. الله سبحانه وتعالى бұл дәлел туралы, және де бұл ақли адамдар көретін, сезетін дәлел туралы Аллах табарака ва тағала Ан'ам сүресінің 95 аятынан нақыл деп айтқан: фалиқул хабби уан науа. Аллах субхана ва тағала өзін сипаттаған кезде сол бұршақтарды әрі дәндерді жаратын дейді. Яғни Аллах субхана ва тағала соны жарат, жерге салған кезде ол жарылады да содан жеміс жидектер шығады, өсімдіктер шығады. және де Уақиа сүресінің 63-64 аятында Аллах табарака ва тағала айтады: афарайтум ма тахрусун аантум тазраунаху ам нахну зариун деп тұр. Сендер егіп жүрген нәрселеріңізді қарап ой жүгірткізіңдер деп айтып тұр Аллах субхана ва тағала. Сендер ме бұны жерден шығаратын өсімдік қылып, немесе біздер ме дейді Аллах субхана ва тағала. Бұл өз басымен бір дәлел Аллах субхана ва тағаланың барлығына, жалғыздығына, кемелдігіне, мейірімділігіне, және де пенделерін тастап қоймай, пенделерінің қажеттіліктерін осы дүниеде ризықтарын орындап беретіндігіне дәлел деп Абдурахман ас-Саади айтады. وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي دعاك إلى ذلك. Егер де бір адам немесе пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға иман келтірген адамға бір кісі келіп айтыпты: «Маллази даака иля залика».
сені пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассаламға иман келтіруге, соған сенуге не нәрсе итермеледі деген кезде ол жауап беріпті: рауайтуху ма амара бишейин фақала ал-ақлу лайтаху лам яъмур бихи ва ла наха ан шейин фақала ал-ақлу лайтаху амара бихи. Мен оның әмір еткен нәрселерін қарадым, ойланып көрдім деп айтады. Қандай да бір нәрсені бұйырмаса дейді пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама, ақыл ешқашанда ей әттеген ай бұны бұйырмағанда ғой деп айтпайды дейді ақылым. Немесе бір нәрседен қайтарса пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама менің ақылым ой мынаны бұйырмаса ғой деп айтпаған дейді ешқашан. Абдурахман ас-Саади айтады: фастадалла бидури ақлихи ва қуати басиратихи аля сидқи расули саллаллаху алейхи уассалама биштимали ма жаа бихи аля салахи ва даф'ил фасади ва анна залика муафиқун лил уқули салима деп тұр. Сондықтан бұл адам дейді, осылай жауап берген адам, осылай жауап берген мұсылман адам, момын адам өзінің ақылының нұрымен және де білімінің қуатымен пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама шыншылдығында осындай көркем мықты дәлел келтірді дейді. Қандай дәлел? Бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама келген діні, шариғаты адамдарға тек пайда алып келетін, осы дүниеде және де ақыретте пайда алып келетін нәрселерді бұйырады да, және де адамдарға зиян келтіретін нәрселерден қайтарады дейді. Және де бұның түгелі сау ақылдарға сәйкес бұйрықтармен қайтарулар деп тұр. Баракаллаху фикум. Және де бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама пайғамбарлығына және де шыншылдығына дәлелдің бірі болып осы жерден алынатын нәрсе. Бұл қараңыз, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама келген шариғат адамның өмірін түгелімен қамтиды. Яғни қысқаша айтқанда пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама келген шариғаты, яғни Аллахтың діні толығымен ол бір заң. Адамдар осы өмірде сүре алатын заң. Ал яғни мемлекетті қалай басқару керек туралы бар, ішкі саясат туралы бар, сыртқы саясат туралы бар, экономика туралы бар, яғни жиная, яғни қылмыс кодексі бар, қазылық бар, қазылық яғни судейство, яғни сот қалай жасау керек екендігі бар, куәліктер қалай қабылданатын туралы бар, мінез құлық нормалары қандай болу керек екендігі туралы айтып кеткен пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама. Және де адамдардың арасындағы мәміле қалай болу керек, сауда саттық қалай болу керек, және де отбасы, яғни неке қалай болады, және де егер ажырасатын болса белгілі заңдармен келген пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Бұның өзі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығына дәлел. Неге? Себебі бір мемлекет осыны түгелін зерттеу үшін бір саласында, экономика саласында бірнеше маман отыру керек зерттеу үшін. Сыртқы саясат үшін бірнеше маман отырып, қарастырып, жаңағындай әртүрлі заңдар, әртүрлі қанундар шығарады. Дұрыс па? Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жалғыз өзі. Және де ешқандай университетте оқымаған, тіпті жазып оқып білмейтін болған. Оның түгелі, бұның келген діні, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама келген діні тек қана ақиқат және де тек қана Аллахтың тарапынан болған уахи екендігіне дәлел, және де оның пайғамбарлығы шын екендігіне дәлел. Баракаллаху фикум. Уақила ли ба'д ал-арифин деп Абдурахман ас-Саади: би ай шейин ю'рафуллах фақала би зауқи халавати таат ва тажарруи марарати ал-мухалафат. Бір құлшылық көп жасайтын адамнан сұралған кезде сен Аллахты қалай таныдың? Немесе Аллахты қалай тануға болады деген кезде ол айтады: Аллахқа бойұсынудың, құлшылық пен ғибадаттың бір тәтті дәмі болады, тәтті сезім, ләззатты сезімі болады дейді. Ал күнәлардың және де шариғаттың әмірлеріне қарсы келудің өзінің ащылығы болады дейді. Оны сезет адам. Абдурахман ас-Саади айтады: ва хаза истидлалун бурханиюн удждани лиман вуффиқа ли хазил хал дейді. Бұл дәлел шынымен сезе алатын дәлел. Бірақ та кімде-кім расында осы нәрсеге Алла субхана тағала оған көзін ашып қойса дейді. Яттаррул абд иля камалил иман ва зиядатил яқин фа инна ман ваджада халавата ат-таати вал иман ва зақа лаззатал яқин وتألم إذا غلبته النفس الأمارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصي اضطره الأمر
иля ма'рифатиллахи ва вахданиятихи дейді. Және де бұл сезім, адамның сезімі дейді, пенденің иманы толық болуына алып келеді дейді. Және де яқины, айқын сенімі толық болуына алып келеді дейді. Неге? Себебі расында кімде-кім итағаттардың, құлшылықтардың, ғибадаттардың дәмін сезсе, тәтті дәмін сезсе, және де ләззатын сезсе дейді, және де өзінің нәпсінің қалағандарына ерудің ашылғын сезсе дейді. Әсіресе адамның нәпсі қандай? Аммаратун бису, жамандыққа бұйырады дейді. Күнә жасаған кезде осы ашылықты сезетін болса адам дейді, бұл сезімнің түгелі адамды не нәрсеге итермелейді? Аллахты тануға және де Аллахтың жалғыздығын мойындауға итермелейді деп Абдурахман ас-Саади. وقيل لبعضهم بأي شيء يعرف الله فقال بانتظار الأسباب على وتيرة واحدة ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيته وبإيجاده أشياء بغير أسباب تعرف деп тұр. Бір адамдардан сұрапты, Аллахты қалай тануға болады деген кезде ол айтып тұр, адамдар себептер жасаса бір нәтижеге жететінін бәрі біледі дейді. Бірақ алайда кейде адам себепті жасайды да, бірақ бұл себептің нәтижесі келмейді. Немесе керісінше, ешқандай себеп жасамайды, бірақ нәтиже келеді деп тұр. وهذا صحيح дейді Абдурахман ас-Саади. Бұл дұрыс дейді. فإنه تعالى أجرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا дейді. Бұл дұрыс. Неге? Себебі Аллах тағала бүкіл нәрсені осы әлемнің заңдылығын қандай қылып жаратқан дейді, себептер мен нәтижелерге сүйенетін қылып. Яғни бір себеп алсан, сол себептер бір белгілі нәтижелерге келтіреді. Солай жаратқан Аллах субханала тағала дейді. Және де бұл Аллахтың субханала тағала болмыс заңы, яғни болмыстағы заңы, яғни осы әлемдегі жаратылыстағы заңы, және де шариғаттағы заңы. Шариғаттағы қалай жақсылық жасасан, сауап бар, жамандық жасасаң, азап бар. Лию'рафа бидалика. Не үшін бұлай жаратты Аллах субханала тағала бұл әлемді? Лию'рафа бидалика хикматухул балиға. Аллах субханала тағаланың толық даналығы осылайша біліну үшін дейді. وَلِيَنْشَتَ الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الَّتِي رَبَطَهَا اللَّهُ بِمُسَبَّبَاتِهَا وَأَجْرَاهَا عَلَى سُنَّتِهِ. Яғни, және де амал жасаушылар, яғни амал жасаушыларға мотивация болсын деп. Яғни амал жасаушылар, яғни оянсын деп. Неге? Себебі Аллах субханала тағала нәтижелерді себептермен байлап қойған. Және де бұл заңдылық, осы әлемнің заңдылығы. Қашанда сен себеп аласың, нәтижеге жетесің. Себепсіз нәтижеге жету мүмкін емес. Сондықтан адам осыны білсе, осыны таныса, әрдайым не болады? Жаңағындай активны болады. Яғни әрдайым сол себептерді алып нәтижеге жеткісі келеді. ثم дейді Абдурахман ас-Саади, إنه مع ذلك منع بعض الأسباب على أن ترتب آثارها عليها дейді. Және де Аллах табарака ва тағала кейде адам себептерді алса да, бұл себептің әсерлері және нәтижелеріне адам жетпеу мүмкін. Алла солай қылып қойған. Кейде бұл заңдылық солай жұмыс жасамай қалады дейді. Кама фи муъжизатил анбия ал-хариқа лил-ада ва караматил аулия дейді. Бұл нәрсені біздер не нәрседе көреміз? Пайғамбарлардың муъжизаттарында көреміз. Және де Алла субханала тағаланың аулиелерінің кереметтерінде көреміз. Яғни керемет пен муъжизаттар деген не? Керемет пен муъжизат әдеттен тыс нәрсе. Ешқандай себеппен нәтижеге құрастырылмайтын нәрсе. Адамдар әдетте жасай алмайтын нәрсе. Бұл керемет пен муъжиза. Муъжиза бұл пайғамбарларға қатысты, керемет бұл Аллахтың аулиелеріне қатысты. Муъжиза пайғамбарларға қатысты. Неге? Себебі пайғамбарларға Алла субханала тағала уахимен айтады, сен бүйтсең осындай нәрсе болады деп. Яғни Аллах табарака ва тағала мысалы Муса алейхиссаламға ағашыңды, аса таяғыңды лақтыр деген кезде, сен аса таяғың жылан болып кетеді деп тұр. Және де бұл сиқыршылардың сиқырын бұзады деген. Сол кезде Муса алейхиссалату вассалам аса таяғын лақтырған кезде, аса таяғы жылан болып кетіп, бұлардың түгелін сиқырларын бұзады. Және сиқыршылар бұны сиқыр емес екендігін мойындайды сол кезде. Бұл муъжиза. Ал аулиелердің караматтары, кереметтері аулиелер білмейді, ол бола ма, болмай ма. Яғни Аллах субханала тағала тарапынан бұларға уахи келмейді. Бірақ Аллах субханала тағала кейде бұл заңдылықты бұзатын нәрсені аулиелердің қолында жүргізеді. Және де аулиелер деген кім? Аулие деген бұл манағындай дүниені тастап,
монахтар сияқты өмір сүретін, жаңағындай осы әлеммен бірігіп кетем деп жүрген адам емес. Бұл сопылардың әулиелері. Бұл Алла субханала тағала Құранда айтқан әулиелер емес. Аллах табарака тағала Құранда айтқан әулиелер нағыл деп айтады: «Аля инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттақун». Аллахтың әулиелері, бұлар оларға ешқандай қорқыныш жоқ та, ешқандай хүзін жоқ, яғни жаңағындай еш нәрсеге уайымдамайды дейді. Олар қорықпайды да уайымдамайды дейді. Кімдер әулиелер? Кімдер? Аллазина аману, Аллахқа иман келтірген, және де түгел Аллахтың шариғатына иман келтіргендер, ва кану яттақун, және де Аллахтан қорқатындар, яғни ізгі амалдар жасап, шариғатта келген ізгі амалдар жасап, және де шариғаттың қайтарған нәрселерінен қайтатындар дейді. Осы расында әулие екі шарты бар. Ол иман және де ізгі амалдар. Иман және ізгі амалдар. Сондықтан Аллахтың әулиесі бұл бизнесмен болуы мүмкін, миллионер болуы мүмкін, тіпті көп ақшасы болуы мүмкін. Неге? Себебі ол иман мен тақуаны жинаған адам. Иман мен тақуа жинаған адам. Және де кейде бұндай адамдардың қолында Алла субханала тағала өзінің кереметтерін жүргізеді. Яғни әдеттен тыс себептер мен нәтиже заңдылығына бағынбайтын нәрселер жүргізеді. وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة كما أوجد عيسى من بلا أب ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما дейді. Және де Аллах табарака тағала кейде ешқандай, яғни әдетте жұмыс жасайтын себептерсіз кейбір нәтижелерге жеткізу мүмкін. Мысалы, Иса пайғамбар қалай пайда болды дейді? Ол тек қана әкесіз бір анадан ғана пайда болды дейді. Иса алейхиссалату вассалам. Бұл Алла субханала тағала Иса алейхиссалату вассаламға берген мұғжизасы. Және де Яхия пайғамбар алейхиссалам, бұл қандай әке шешеден туылды? Әдетте бұндай әке шешеден, яғни жасы үлкен әке шешелерден туылды. Әдетте ондай адамдардан бала туылмайтын әке шешеден Яхия алейхиссалату вассалам пайда болды. Ва ашия кафира мин хаза нау лияриф ал-ибад аннаху al-мутасаррифу ат-тасриф al-мутлақ. Және де Алла субханала тағала не үшін бұл мұғжизаларды көрсетеді? Не үшін бұл кереметтерді көрсетеді? Пенделер не нәрсені білу үшін? Алла субханала тағала бұл әлемді толық басқаратындығына дәлел. Я, ол заңдылықтар жаратып қойды. Бірақ Аллах қаласа бұл заңдылықтар бұзылуы мүмкін. Алла субханала тағала бұл әлеммен толығымен билік жүргізеді. وأنه كما يتصرف بالأشياء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة. الله سبحانه وتعالى бұл әлемде себептер мен нәтижелерді қалай жаратқан болатын болса, дәл солай себептерсіз де кейбір нәрселерді жасайды. Себебі Алла субханала тағала жалғыз осы әлемнің басқарушысы. ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات الأولياء وقد تكون لغيرهم وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته дейді. Сондықтан бұндай нәрселер көбінесе тек қана пайғамбарлардың қолындағы мұғжизалар болған, және де әулиелердің қолындағы кереметтер болған. Және де кейбір адамдарға да болады ондай нәрсе дейді Абдурахман ас-Саади. Я, әулиелерге де емес, басқа адамдарға да болуы мүмкін дейді. Бірақ бұның түгелі не нәрсеге дәлел? Алла субханала тағаланың жалғыздығына, және де құлшылыққа лайықты екендігіне, және де Алла субханала тағаланың рубубиясына, яғни оның жалғыз жаратушы, жалғыз осы әлемнің басқарушысы екендігіне дәлел. وقيل لبعضهم بما يعرف الله فقال من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يأملون дейді. Бір адамдан сұраған кезде, Аллахты қалай тануға болады деген кезде, ол айтады: сен адамдарға қара. Қандай адамдарға? Бай адамдарға қара дейді. Оларда көп нәрсе бар. Қолының астында көп мал-мүлік бар дейді. Көп деген жаңағындай үйлері бар, алтындары бар, және де бұлар сол нәрсеге сүйініп қалған, сол нәрсеге қатты сеніп қалған. Яғни арқасын соған тіреп қойған. Яғни өзінің малына, мал-мүлкіне, ақшасына, байлығына. Алайда олардың хәлдерін дұрыстап қарайтын болсақ, доқат алейхимул умур. Өмірлері өте, яғни рахатсыз өмір. Және де нелер көп, өте көп қарыздары бар дейді.
және де болып жатқан өмірлерінде болып жатқан нәрселері олар қаламайтын нәрселер болады. Олар қалайтын нәрсесі басқа, бірақ өмірінде болып жатқан нәрсе қаламайтын нәрселер. Олардың үмітінде жоқ, олардың қалауларында жоқ нәрсе болады дейді. Сумма дейді. Содан кейін бұлар байларды ойландық. Енді қара. Сумма назара иля унасин кафирина лайса лахум ақарат вала ғаллат вала маужудат. Және енді кедей адамдарға қарайды. Үйлері де жоқ, мал мүліктері жоқ, байлықтары да жоқ. Ва иннама яғни юссират лахум асбабун басита дейді. Яғни оларда аз ғана мал мүлік бар, өзінің өмірін сүре алатындай. Ла тахтуру аля бали ахадин ан такфияхум дейді. Және де қандай сонша аз мал мүлік бар, ешкім ойламайды, бұл мал мүлік қалай оларға жетеді. Өмір сүруге қалай бұлар өмір сүре алады бұндай ақшамен, бұндай аз ғана ақшамен дейді. Лакинналлаха барака фиха. Алайда Алла субхану тағала сол кішкене малға, кішкене қолындағы мал мүлікке, кішкене байлыққа Алла субхану тағала береке біледі. Ва басата лахумур ризқ, және де ризықтарын кең қылып қояды. Сол кішкентай малмен кең қылып қояды дейді. Факану абсата қулубан ва аряха нуфусан ва арғада айша минал аувалин. Олардың жүректері кең, бүкіл жандары рахаттанып өмір сүреді дейді. Және де өмірлері бірінші байлардан гөрі жақсырақ дейді. Жақсырақ, яғни қандай жағынан? Мән тән жағынан, мән жағынан, мән мағына жағынан. Уассабабу фи залика, нишін? Уассабабу фи залика аннахум қауму бил асбаб мутаваккилина аля мусаббибиха дейді. Неге бұлардың өмірі сондай? Өздерінің мал мүлкі аз. Өздерінің, сен қарасан, оның мал мүлкіне, оның күнделікті алып жүр, жаңада ай сайын алып жүрген жалақысына қарайтын болсаң, жетпейтін сияқты, өміріне жетпейтін сияқты. Бірақ субханалла, Аллах табарак ва тағала оларға береке беріп қояды осы өмірде. Не үшін? Себебі неде дейді? Себебі бұлар Аллахтың манағы заңдылығын жасап жатыр. Қандай? Себептерді алып жатыр. Сол себептер оларды нәтижеге келтіреді. Және де тек қана себепке сүйеніп қалып жатыр ма? Бірінші байлар сияқты? Жоқ, себепке сүйеніп жатқан жоқ. Мутаваккилина аля мусаббибиха. Бұлар бұл себептерді себеп қылып жасап қойған Аллах табарак ва тағала тәуекел жасайды. Яғни Аллах субхана ва тағала яғни себептерді алады да қалған нәтижені Аллах береді деп сенеді. Және Аллахқа қатты тәуекел қылады дейді. Фақулубухум аля дауами мутатоллиатун иля ма индаллахи дейді. Бұлардың жүректері әрдайым Алла субхана ва тағаланың қолында бар байлыққа байланып қалған дейді. Роджиятун минху тасхиля ризқ. Және де Алла субхана ва тағаладан бұлардың жүректері, Аллах оларға ризықтарын жеңілдетіп береді деп сенеді жүректері. Уал аувалуна бил акс. Ал бірінші байлар ондай емес дейді. Керісінше, қулубухум мутааллиқатун би амлакихим ва маужудатихим. Бұлардың жүректері өзінің мал мүлігімен, өзінің қолындағы ақшамен байланған дейді. Фабидалика юрафулла дейді. Осылайша біздер Аллахты тануға болады. Ва юрафу аннал амра куллаху лилла. Және де бүкіл әмір, бүкіл яғни бір нәрсенің берекелі болуы, бүкіл адамдардың өмірлері тек қана Алла субхана ва тағалаға, Алла субхана ва тағаланың қолында екенін осылайша білуге болады. Лидалика иза назарна ликафира мин ал-ақуя вал-афкия ал-амилина лейлан ва нахаран таджиду ризқахум муқаттаран ва асбабахум мухаффафатан ва наджиду кафира мин ад-ду'афа вал-булада الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند الأولين والله قد بسط لهم الرزق ويسر لهم أمرهم وهذا كله مشاهد يضطر العاقل أن يشهد لله بالتصرف المطلق وأن الأمر كله لله. және де біздер кейбір ақылды және де күшті күні-түні жұмыс жасайтын адамдарға қарайтын болсақ, бұлардың ризықтары өте аз болуы мүмкін, яғни өте тығыз болуы мүмкін. Және де қолындағы мал мүлкі де өте аз, жеңіл нәрсе болуы мүмкін. Ал кейбір әлсіз адамдарды көреміз. Және де ондай бір ақылды емес, яғни керісінше жаңағыдай интеллекттері төмен адамдарды көреміз. Және де олардың күш қуаты манағы біріншілердікіндей емес дейді. Және де ақылдары бірінші түрдегі адамдардыкіндей емес дейді. Бірақ Алла субхана тағала бұларға ризықты ашып қояды, ризық бабын дейді. Және де оларға бүкіл жаңағыдай нәрселерді жеңілдетіп қояды дейді. Бұны түгелі адам сезіп көреді дейді. Адам сезіп көреді. Және де бұл түгелі адамды не нәрсеге итермелейді? Алла субхана ва тағала осы әлемнің толығымен басқарушы екендігіне
деген сезімге итермелейді. Және де бүкіл осы әлемнің басқаруы тек қана Аллахтың қолында деген сенімге және осыны мойындауға итермелейді деп тұр. Неге? Себебі расында бұл себептер мен нәтижені Алла субхана тағала жаратқан болса да, бірақ нәтижені сен қалағандай бермейді, сен қалағандай болмайды. Яғни бұл деген не деген сөз? Яғни бұл сен өзің бұл әлемді басқарып жатқан жоқсың деген сөз. Қаншама себеп алып жатсың, нәтижеде ақыр соңғы нәтиже сен ойлағандай болмайды дейді. Неге? Себебі Аллах бұл әлемді басқарып жатқан. Нәтиже Аллахтан. Кейбіреулер аз ғана себеп алады, кішкене ғана себеп алады. Жаңа ақылдары да ондай қатты емес, не күш қуаты да ондай қатты емес, аз ғана себеп, бірақ Алла субхана тағала көп ризық береді оларға дейді. Бұл не деген сөз? Бұлар ондай нәтижені күтпейді. Бұл деген сөз Алла субхана тағала бұл әлемнің басқарушысы екендігіне дәлел деп тұр. Уақила ли ахар бима ю'рафуллах фақала би мудауалатихи ал-айяма байна ал-ибад фил иззи вал-зулл вал-ғина вал-фақр ва би асбабин ва би ғайри асбаб деп тұр. Басқа бір адамнан сұраған кезде Аллахты қалай тануға болады деген кезде ол айтады, Алла субхана тағала пенделердің арасында өмірді өзгертетіндігімен Алла субхана тағала тануға болады дейді. Яғни не нәрсе? Бір уақытта бір қауым ұлы болады, үстем болады, сәл уақыттан кейін сол қауым құлайды да төмен қауым болып кетеді. Төмен қауым болып кетеді. Немесе бір қауым бай болады, көптеген жетістіктерге жетеді, сәл уақыттан кейін қайтадан төмендікке түсіп, қайтадан кедейлікке кетеді дейді. Кейде себеппен болуы мүмкін, кейде себепсіз болып қалуы мүмкін. Себеппен де болуы мүмкін, себепсіз болуы мүмкін дейді. Бұның түгелі қайтадан не нәрсеге оралады? Бұл жерде себептерге, тек қана себептерге ғана сүйінбейміз біздер. Және нәтиже Аллахтан екендігіне дәлел. Және бұл Алла субханала тағаланың осы әлем басқарушысы екендігіне дәлел. Уақила ли ахар, басқа біреуден сұрайды дейді. Би айи шейин ю'рафуллах фақала би мушахадати мисдақи қаулихи та'ала ва ма мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризқуха деп тұр. Бір адамнан сұраған кезде Аллахты қалай тануға болады деген кезде ол айтады, Алла субханала тағаланың келесі сөздерін күнделікті өмірде көргеннен тануға болады дейді. Қандай аят? Худ сүресінің 6-шы аятында ва ма мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризқуха. Жердің үстінде жүрген әрбір жануардың ризқысы Алла субханала тағала өзі кепіл болды дейді. Ризқысына Алла субханала тағала өзі кепіл болды дейді. Фатанзур миздақаха шамила лил халиқа дейді. Бұл аяттың шын екендігін не нәрсенен көресің? Бүкіл қандай жаратылыс бар, бүкіліне Алла субханала тағала ризық ашып қойған дейді. Ва анна кулла ахадин қад яссараллаху лаху мин асбабир ризқи ма бихи я'таж. Яғни Алла субханала тағала әрбір мақлуққа, әрбір жаратылысқа өзінің ризқысын табатын жолды жеңілдетіп қойды. Шынымен расында қарайтын болсақ, яғни жануар әлемін қарайық, ойламайтын жерден ризық келеді. Тіпті ойламайтын жерден ризық келеді. Және де қалай болар бұл ризық, қай жақтан табады? Және де қай жерден келіп жатыр бұл нәрсе? Бұл субханалла Аллах табарак ва тағала манағы сөзінің шыншылдығына дәлел. Ва ма мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризқуха. Жердің үстінде әрбір жануардың ризқысын Алла субхана тағала өзім берем деп кепіл берді деп тұр. Ва хада, яғни мысалы дейді, хада би тижаратихи дейді. Бір адам ризқысын бизнеспен табады дейді. Ва хада би синаатихи. Біреу жаңағы өзінің мамандығымен табады. Ва хада би харасатихи. Біреу егістікпен айналысып табады ризқын. Ва хада би амалихи ва хидматихи дейді. Біреу адамдарға қызмет қылып ризық табады. Ва хада би мухаллафат мин қаблихи дейді. Біреу олатын болса мирас, яғни әке-шешесі мирас тастап кетеді, көп мал тастап кетеді, сонымен ризық табады дейді. Ва хада би танмияти ал-маваши. Біреулер болса төрттілік малмен айналысып. Ва хада би ихсани ғайрихи алейхи. Біреулер болатын болса тіпті оған садақа беріліп, біреулер оған садақа беріп, біреулер оған өзінің қалтасынан ақша беріп ризық табады біреулер дейді. Бисуалин ғайри суал. Біреулер сұрап табады дейді, біреулер сұрамай-ақ біреу оларға садақа береді деп тұр да. Ва хада бикадди ғайрихи алейхи иля ғайри залика минал асбабил ма'руфа. Бұл себептер өте көп деп тұр. Аллати қаддараха ал-азизул хаким ризқан лил ибад дейді. Және бұл себептерді кім жасап берді? Ал-азиз ал-хаким деген, яғни дана және де ұлы Алла субханала тағала
бұндай ризық жолдарын көбейт қойған. Бұл тек адам, біз қазір адамдар туралы сөйлеп жатыр. Фа субхана ман васала ризқуху иля асғари заррат ва махаммихи барари ва қуурил бухури ва зулумат деп тұр. Алла субхана ва тағала деп тұр, ризқысын ең кішкентай жәндіктерге жеткізген Алла субхана ва тағала пәк деп тұр. Және де жерде жүрген жануарларға қалай ризық жеткізген Алла субхана ва тағала пәк деп тұр. Және де әртүрлі судың астында, мұхиттарда, теңіздерде өмір сүретін жәндіктерге, балықтарға жеткізген Алла субхана ва тағала, ризықты жеткізген Алла субхана ва тағала пәк деп тұр Абдурахман ас-Саади. Уақила ли баъдихим дит بما يعرف الله فقال إن لمعرفة الله أبوابا وطرقا كثيرة جدا ومن جملتها ما هدى الله له العبادة في هذه الأوقات من المخترعات الكثيرة وأعمال الكهرباء وإيصال الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة وأمكنة متباعدة جبتر. Bir kişiden сұраған кезде Аллахты қалай таныдың деп айтқан кезде ол айтады, Аллах субханаху ва тағала адамдарға көптеген есіктерді ашып берді деп тұр. Және көптеген жолдарды ашып берді дейді. Қандай? Ілми жолдар, ғылыми жолдар дейді. Сол жолдардың бірі ма хадаллаху лаху ал-ибада фи хазил ауқат минал мухтараат ал-касира дейді. Бұл жолдардың кейбіреулерін айта кететін болсақ, бұл осы уақытта, осы ғасырларда Алла субханаху тағала адамдарға немесе адамдардың көзін не нәрсеге ашты? Әртүрлі жаңа мұхтараат деген изобретение, яғни жаңа ойдан шығарған әртүрлі жаңағындай не ғылыми нәрселер тапты адамдар. Уа амалил кахраба, мысалы не сияқты? Мысалы тоқ сияқты, электричество. Немесе уа исалил асват вал анвар ва нахуха иля масафатин шасиа дейді. Немесе адамдар өзінің дауыстарын, немесе адамдар әртүрлі яғни жаңағындай жылулықты немесе жарықты алыс жерлерге жеткізе алады дейді. Бұның бәрін кім адамдарға жеңілдетіп берген? Алла субханаху ва тағала дейді. وهو الذي علم الإنسان وهو الذي أقدره على ذلك. Себебі Алла субханаху ва тағала адамды үйретіп қойған осы нәрсеге. Және Алла субханаху ва тағала адамдардың күш қуатын осы нәрсеге жеткізіп қойған дейді. وهو الذي خلق له المواد والمعادن дейді. Бұл Алла субханаху ва тағала осы нәрселерді жасайтын материалдарды Алла субханаху ва тағала жаратқан дейді. Адамдар емес. Аллати тустахраджу биха хадил ашя ва хадаху иля та'лифиха дейді. Алла субханаху ва тағала бұл материалдармен, бұл жаңағындай бұл материалдарды Алла жаратқан. Және бұл материалдарды біріктіріп бір нәрсе жасауға Алла субханаху ва тағала жеңілдетіп қойған адамға. Және бұл нәрсені үйретіп, бұл нәрсеге күш қуатын жеңілдеткен Алла субханаху ва тағала. Ва ма'лумун аннаху хаража мин батни уммихи ла я'ламу шай'a. Және бүкіл адам бір ауыздан келіседі. Не деп? Адам анасының құрсағына шыққан кезде надан болып шығады. Еш нәрсені білмейтін болып шығады. Ва ла яқдиру аля шай. Еш нәрсеге күші жетпейді. Еш нәрсеге құдіреті жоқ болып туылады дейді. Фа алима жамиу хазил умур. Содан кейін бұл адам осы нәрселерді түгел таниды. Қазір біздің қолымыздағы телефондар, біздің компьютерлар, біздің камералар бүкілін адам біледі. Яғни өзі қандай? Асыл қандай? Надан адам. Құдіреті жоқ адам, күш қуаты жоқ адам. Уақыт өте келе осын түгел үйренеді. Ва канат хази мин жумлати минаниллахи алейхи. Және де бұл нәрсенің түгелі, яғни адамның ілімінің өсуі, ғылыми дәрежесі өсуі, және де адамның құдіреті күші өсуі, бұл Алла субханаху ва тағала мейірімділігі, Алла субханаху ва тағаланың адамдарға сыйы. Фа халиқу сабаби хуа халиқул мусаббаби табарака ва тағала дейді. Сондықтан себепті жаратқан Аллах, себептің жаратушысы, сол себептен шығатын нәтиженің жаратушысы болып табылады дейді. Яғни Алла субханаху ва тағала бұл материалдарды жаратты, және де бұл материалдарды қосу мүмкінділігін жаратты. Және де адамдарды сол нәрсеге алып келді. Ілімдерін сол нәрсеге дамытты. Күш қуаттарын, құдіреттерін сол нәрсеге дамытты. Сондықтан бұл себептерді жаратқан Аллах болатын болса, мусаббабаттарды, яғни сол себептен келетін нәтижеде бұл не? Алла субханаху ва тағаланың тарапынан дейді. Фахаза акбару бурханин аля камали қудратиллахи аллази ақтара ал-абда ад-даиф аля хазил умур аллати туадду сабиқан минал умур ал-мухала ал-мумтани'a дейді. Және де бұл
Аллах табарака ва тағаланың құдіретінің кемілдігіне, толықтығына дәлел болатын ең үлкен дәлел дейді. Себебі Аллах субхана ва тағала әлсіз пендені, әлсіз адамды осы нәрселерге құдіретін жеткізді дейді. Және бұл нәрселер баяғы уақытта, шынымен осы 60-70 жыл бұрын бұл нәрселерін түгелін адамдарға айтатын болса, адамдардың түгелі бұл нәрсе мүмкін емес, болу мүмкін емес. Осы әлемде ондай нәрсе болу мүмкін емес деп айтатын болған. Бірақ Аллах табарака ва тағала бұл халді өзгерткен. Бұл халді өзгерткен. Шейх айтады: "Культу ва хазил аджиба куллуха анил куллият вал джузият сахихатун. Таттарру ал-уқул иля ал-и'тирафи би раббиха ва вахданiyatihi ва юмкину мудаафатуха иля ад'афин касира" дейді. Бұл жауаптардың түгелі, яғни адамдардан қаншама адамдардың жауаптарын келтірдік, олардан түгеліне не сұралды? Алла субхана ва тағаланы қалай тануға болады, немесе қалай тану деп сұраған кезде, бұлардың жауаптары, жалпы жауаптары болсын, немесе деталды жауаптары болатын болса, бұл жауаптардың түгелі дұрыс дейді. Және де ақылдарды Алла субхана ва тағаланың бар екендігін мойындауға, оның жаратушы екендігін мойындауға, және де оның жалғыздығын мойындауға итермелейді дейді. Бұл дәлелдерін түгелі дейді. Және де бізге дейді, юмкинуна дейді, юмкину мудаафатуха иля ад'афин касира. Және де бұндай жауаптарды қазір айта беретін болсақ, бұндай жауаптар өте көп болып келеді деп тұр. Яғни бұдан да көп болып келеді деп тұр шейх рахматуллахи алейхи. Ары қарай шейх айтады: نعم فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وتركيبها المحكم وترتيبها وما ينتج عن ذلك من مصالح العالم والمخلوقات، علمت أن لهذا العالم ربا عظيما ومالكا كبيرا وقادرا مقتدرا قد خضعت له الأكوان ودانت له الخليقة وأخذ بنواصي العباد، وعلمت أن كل ما في السماوات والأرض عبيد ومماليك لربهم ليس لهم من الأمر شيء деп тұр. Шынымен егерде адам жалпы осы әлемге қарайтын болса, қазір бүкіл нәрсені тастап осы әлемнің түгелін ойланайық дейді. Аспан әлемін ойланайық, және жер әлемін ойланайық. Және де бұл әлемде бар махлуқаттардың ұлылығын ойланайық деп тұр шейх. Және де бұл махлуқаттар қалай бізге жүйелі болып келген, қалай жүйе, бәрі бір-бірімен байланысты, тығыз байланысты, және де жүйелі келген. Және де бұл таңғажайып жүйе. Бұл жаратылыстың жүйесі өте таңғажайып дейді. Және де бұл жаратылыстың яғни жалпы қалайша келгені, және де қалайша жаралғаны, және де қандай ең жақсы, ең мықты түрде жаралғанына ой жүгірткізейік, және де бұның тәртібіне ой жүгірткізейік дейді, бұл махлуқаттардың. Және де бұл махлуқаттардан адамға келетін пайдаларды осы әлемге, және де жалпы адамдарға келетін пайдаларын ойланатын болсақ, яғни осы әлемнің толығымен жаратылысын, құрылысын, және де жүйесін, және де бұлардан шығатын бізге пайдаларды ойланатын болсақ, біздер нені білеміз дейді? Бұл әлемнің ұлы Раббысы бар екендігін білеміз. Және де бұл әлемнің басшысы, басқарушысы бар екендігін білеміз. Және де бұл әлемдің яғни құдіреті мол, құдіреті кең жаратушы бар екендігін білеміз дейді. Және де бұл жаратушыға бүкіл осы әлем бағынатындығын түсінеміз дейді. Және де бүкіл махлуқаттар осыған бойсынатынын түсінеміз. Яғни бойсыну дегенді шейх мында айтып тұр. Бұл бойсыну не деген сөз? Яғни Аллах табарака ва тағала бұл әлемді белгілі заңдылықтармен жаратты, сол заңдылықтан ешкім шыға алмайды. Осы нәрсені айтып тұр. Ва ахаза бинавасил ибад ва алимта, және де бұл Аллах табарака ва тағала адамдарын түгелін ұстап тұр. Яғни бүкіл махлуқаттарды Алла субхана тағала қолында. Ва алимта аннама кулла ма фис самауати вал ард абидун ва мамалику ли раббихим, және де бүкіл аспан мен жердегі бар нәрсенің түгелі Аллахтың пендесі, және де Аллах субхана ва тағаланың мүлкісінің астында жатқан нәрсе екендігін білесің деп тұр. Ешкім бұл заңдылықтан, ешкім Аллах субхана тағаланың жаратқан әлемінен шығып кете алмайды. Лейса лаху минал амри шей, және де бұлардың ешқайсында
бұл заңдылықтан шығуға ешқандай күш құдіреті жоқ деп тұр. Сумма иза назарта деп тұр шейх, иля кулли махлуқин аля хида وتأملت ما اشتمل عليه من الخلق العجيب والحكم الباهرة ثم نظرت على وجه الخصوص إلى نفسك وصفاتك وما أودع فيها من الخلق العجيب والحكم الباهرة عرفت أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لكل شيء الحكيم في كل شيء قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين деп тұр. Бұл бірінші айтқан сөзі жалпы осы әлемді ойланатын болсақ. Ал енді біздер әр жаратылысқа жеке-жеке тоқтайтын болсақ деп тұр. Және де бұл жаратылыстардың қалай құрылғандығын және де қалай олардың денесі жаралғандығына ой жүгіртетін болсақ, және де бұл өте таңғалатын нәрсе дейді. Және де қандай даналықпен жасалғандығын ойланатын болсақ, және де әсіресе сен өз-өзіңді ойланатын болсаң, яғни адам өз-өзін ойланатын болсаң, сен өзің қалай жаралғансың, сенің сипаттарың қандай дейді. Және де сенің ішінде бар таң қалатын жаратылыстарды және де әртүрлі дана нәрселерді ойланатын болсаң, сен Алла субханала тағаланың жалғыз Раб және де жалғыз жаратушы, жалғыз ризық беруші, және де бүкіл нәрсені басқарушы, және де дана, бүкіл нәрседегі даналығы шарықтау шегіне жеткен екендігіне білесің. Сен Аллах табарак ва тағала Зарият сүресінің 20-шы аятында айтады: "Уафил арды аятун лил муқинин". Жерде, яғни яқин иелеріне, яғни айқын сенім иелеріне Аллах табарак ва тағалаға дәлел болатын аяттар өте көп деп тұр. فجميع مخلوقات الله وجميع الحوادث التي يحدثها الله عز وجل آيات وبراهين على أنه واحد عظيم ورب كريم ومالك جواد деп тұр. Сондықтан бүкіл жаратылыс және бүкіл осы әлемде Аллах жаратып жатқан құбылыстар Аллах табарак ва тағаланың жалғыздығына, ұлылығына және де оның Раббы екендігіне және оның жомарт басқарушы екендігіне дәлел дейді. Айқын, ашық, анық дәлел деп тұр. وكذلك إذا تأملت الشرع الكامل وأن أخباره كلها صدق وقد قامت البراهين على صدقها وأحكامها كلها عدل تأمر بالخير والصلاح وتنهى عن الشر والفساد وتجري أحكامها المحكمة وحقوقها العادلة مع الأزمان مهما تطورت الأحوال واختلفت العوائد لا يختل صلاحها ولا ينتقد هداها дейді. Айтады, және де біз Алла субхана тағала, яғни біз жалпылай махлуқаттар туралы ойландық, және де әрбір махлуқты жеке-жеке ойланатын болсақ та осы нәрсеге, осындай нәтижеге жетеміз. Енді Аллахтың шариғатына қарайды, кеміл, толық шариғатына қарайды, және де яғни дініне қарайды дейді. Бұл дінде келген бүкіл хабарларды қарайды дейді, бүкіл шын дейді. Және де бұлардың шын екендігіне айқын, ашық, күмәнсіз дәлелдер бар дейді. Бұл нәрсені басқа сабақтарда айтсақ болады. Бұл нәрселерді басқа сабақтарда, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама мысалы 15 ғасыр бұрын нағыл деп айтқан, осы жерден, яғни араб жазирасынан хуфатун уратун антара хуфатан уратан ятатауалуна фил буньян деп тұр. Яғни жалаң аяқ және де жалаңаш жүрген, қойды бағып жүрген адамдар үлкен үйлер құрастыруда жарысады деп тұр. Ұзын үйлер құрастыруда жарысады дейді, яғни небоскреб. Осы хадисті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 15 ғасыр бұрын айтып кеткен. Бұл хадисті егерде мұсылман емес адамға 70 жыл бұрын айтатын болсақ, жаңағыдай Эмират немесе Саудияда жаңағыдай мұнай келмей тұрып айтатын болсақ, ешкім сенбес еді. Осы 60-70 жыл бұрын айтатын болсақ, ешкім сенбес еді ол нәрсеге. Қазір қараңыз, қазір бұл нәрсеге біз тіпті ол нәрсені байқамайтын да шығармыз. Бірақ бұл нәрсе расында солай. Қазір арабтар жарасып жатыр не нәрседе, сол ұзын үй, кімнің үйі ұзынырақ екендігін, кімнің елінде үй ең ұзын екендігіне. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 15 ғасыр бұрын айтып кеткен. Немесе пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет күні жақындаған кезде
зина себебінен аурулар пайда болады дейді. Сондай аурулар сендер және сен әкелерің көрмеген аурулар шығады дейді. Шынымен солай. Шынымен солай. Сондай аурулар пайда болды зинаның себебімен. Яғни шариғат қайтарған нәрсенің себебімен қаншама аурулар пайда болды. Емі жоқ ауру. Әлі күнге дейін адамдар ем таба алмай жатқан аурулар. Пайғамбар 15 ғасыр бұрын айтып кеткен. Және бұндай хабарлар өте көп. Ондай хабарлар өте көп. Бұн түгелі шариғатта келген хабарлардың шыншылдығына дәлел деп тұр. Ва ахкамуха куллуха адлун. Яғни шариғаттың үкімдеріне қарайтын болсақ, хабарларын бөлек айтайық, үкімдерін қарайтын болсақ, үкімдерін түгелі әділ үкімдер дейді. Та'муру бил хойри ва салах. Себебі бұл шариғат тек қана жақсылықпен адамдарға пайда алып келетін нәрсені бұйырады. Ва танха ани шарри вал фасад. Және де не нәрседен қайтарады? Тек қана жаман нәрседен және де адамдардың өмірін бұзатын нәрселерден қайтарады дейді. Және де бұлардың ахкамы, яғни Құран мен сүннетте келген ахкамдар мухкама дейді. Мухкама дегенне өте жаңағындай, яғни тонкий деп айтады, өте жақсы келген ахкамдар. Және де шариғатта келген ақылар, адамның ақысы бар, әр адамның ақысы бар. Сол ақылардың түгелі адила дейді, адал дейді. Маал азман, әр уақытта. 15 ғасыр бұрын айтты ма, қазіргі уақытқа дейін бұл әлі күнге дейін не болып есептеледі? Ең әділетті үкімдер, ең әділетті бұйрықтар, ең әділетті ақылар болып есептеледі. Қаншама уақыт өтсе де, қаншама адамдар келмесе, кетіп қайтан келмесе, бұл ахкамдар, шариғаттың үкімдері өзінің яғни әділдігін, өзінің жақсылығын және де өзінің жаңағындай мықтылығын жоғалтпайды дейді. Жоғалтпайды. Бәл ла якуну хадиюн ва салахун ва хойрун илля биха дейді. Сондықтан ешқандай бір туралық және де ешқандай бір жақсылық және де ешқандай бір жөндеу осы үкімсіз болмайды. Яғни шариғатта келген үкімсіз болмайды. Сондықтан қалған мысалы үкімдерді қарайтын болсақ, адамдар шығарған үкімдерді қарайтын болсақ, бұның ішіндегі жақсылықтың түгелі шариғатта келген. Шариғатта жоқ нәрсенің түгелі жамандық. Адамдардың өмірін бұзады. Шынымен солай. Уәлә тәти би амрин тухилухул уқул дейді. Және де шариғат ешқашанда ақыл қабылдай алмайтын нәрсені келтірмейді дейді. Уәттукәззибухул хауасус сахиха дейді. Және де адамның сезім мүшелері жоққа шығаратын нәрсені шариғат ешқашан айтпайды дейді. Яғни бірақта қандай сезім мүшелері болу керек? Дұрыс сезім мүшелері болу керек. Бәл ташхаду ал-уқул ал-камилату анна ахкамаха ахсанул ахкам ва а'далуха ва ақвамуха ва ахдаха. Алайда толық кеміл ақылдардың түгелі шариғаттың үкімдері ең жақсы үкім екендігіне куәлік етеді. Және де ең әділ, ең тура үкім екендігіне куәлік етеді деп тұр шейх Абдурахман ас-Саади. Және бұл нәрсе туралы мұсылмандар айтпайды. Бұл нәрсені мұсылман еместер айтады, ориенталистер айтады, жаңағындай шығыстанушылар айтады, тіпті насаралар айтады, яһудтар айтады. Және де бұған мысалдар өте көп. Ол мысалдарды айтатын болсақ, жаңағындай бізде көптеген уақыт алады бұл нәрсені түгелі. Иншалла Алла субхана тағала жеңілдетсе, бұл туралы да сөйлеуге болады. Алейса хаза акбару бурхани аля азаматиллахи ва қудратихи ва саати илмихи ва шумули хикматихи ва рахматихи дейді. Бұның түгелі Алла субхана тағаланың ұлылығына, құдіретіне және де ілімінің кеңшілігіне және де даналығы мен мейірімділігінің кеңшілігіне ең үлкен дәлел емес пе дейді. Ва аннахул мухмуду фи кулли хал. Және де Алла субхана тағаланы осылардың түгелі үшін мадақтау керек екендігіне дәлел емес па? Яғни альхамдулилля деп айту керек қой дейді осы үшін. Аля хулқихи лил махлуқат ва аля шар'ихи аш-шараи. Себебі Алла субхана тағалаға біз не нәрсе үшін шүкіршілік қылу керекпіз және не үшін мадақтау керекпіз? Алла субхана тағала осы махлуқаттардың түгелін жаратқандығы үшін және де Алла субхана тағала бізді осылай қалдырмай бізге шариғат жібергендігі үшін дейді. Ва ахсану ма санааху ва ахкама ма шар'аху лайса фи залика айбун ва абас дейді. Және де Алла субхана тағала бүкіл жаратылысын ең көркем түрде жасаған және де бүкіл шариғаты ең жаңағыдай тонкий, ең мықты түрде келтірген. Және де бұл Аллахтың жаратылысында да, Аллахтың шариғатында да бір не бос, жалған, керек емес нәрсе жоқ дейді. Валайса фиха ма юнафил хикма биуачхин минал вужух дейді. Және де Алла субхана тағаланың шариғаты мен жаратылысында даналыққа
Аллахқа қарсы болатын нәрсе тіпті жоқ деп тұр. Сунуллахи атқана күллі шей. Себебі бұл Аллахтың жаратылысы, ал Аллах бүкіл жаратылысты ең көркем түрде жаратқан. Уаман ахсану миналлахи хукман лиқаумин юқинун. Және де Аллах субхана тағаланың үкімінен қандай жақсырақ үкім табу мүмкінсіңдер дейді. Бұл нәрсені тек қана айқын сенімі бар қауым ғана түсінеді деп тұр Аллах субхана тағала Маида сүресінің 53 аятында. Осымен бүгінгі сабақты бітіреміз. Аллаху алям ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва атбаихи би ихсанин иля яумиддин.